Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге мен Айжан Жұмаділдақызы. Бүгін мен сіздерге арықтау кезіндегі үлкен қателікті айтатын боламын. Ең алдымен каналдың дамуы үшін каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. Спортпен айналысасыз, немесе сізде физикалық күш жоғары деңгейде. Дегенмен де салмағыңыз бір қалыпта тұрып қалған болса, әлде өз денеңіздің формасын қалыпқа келтіре алмай, артық салмақтан қиналып жүрсеңіз, мына анализдерді, яғни зерттеулерді тапсыруға кеңес беремін. Бірінші, инсулин. Себебі, инсулин қандағы қант деңгейі жоғарылағанда өндіріледі. Инсулинсіз глюкоза клеткаға кіре алмайды. Яғни, инсулин көп болса, глюкоза азаяды. Нәтижесінде гипогликемия пайда болып, адамның тез қарынның ашуы мен әлсіздікті сезінеді. Жиі тағам қабылдағысы келіп, шамадан тыс организмге келіп жатқан көмірсулар энергия көзіне айналып үлгермей, май болып жинала береді. Екінші анализ – гликерленген гемоглобин. Бұл қандағы глюкозаның соңғы 3 айдағы орташа көрсеткішін көрсететін зерттеу. Оның жоғарғы көрсеткіші метаболикалық синдромның белгісі болуы мүмкін. Үшінші анализ – ТТГ, Т3 және Т4. Егер қалқанша безі өз қалпында гормондарын өндіріп отырмаса, салмақ түспейді, немесе керісінше адам толып кетеді. Төртінші – фолликулостимулдеуші және лютеин гормоны. Бұл гормондар аналық бездердің жұмысында үлкен рөл атқарады. Егер олардың концентрациясы қалыпты болмаса, және сіздің артық салмағыңыз уақытылы келмейтін детекторге сәйкес келсе, осы гормондар оның себебі болуы мүмкін. Сонымен сіздермен бірге болған мен Айжан Жұмаділдақызы. Егер де осындай пайдалы ақпараттармен бөлісіп отырған қаласаңыздар, онда каналға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Егер де сіздерді қандай да бір сұрақтар мазалайтын болса, комментарий бөлігіне жазып кетіңіздер. Бірге талқылайтын боламыз. Және мен сіздерге жауап беруге тырысамын.